Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді қытырлақ болып шығатын самсаларды менімен бірге дайындап көріңіздер. Бұл самсаларды түйіп, морозильде қатырып, кез келген уақытта пісіріп алсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп алатын боламыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап өзара араластырып алатын боламыз. Келесі бір жұмыртқамызды жарып, оның үстінен жылы суымызды құйып, қолдың көмегімен қамыр илеп алатын боламыз. Бұл жерде біздің қамырымыз сәл қаттылау болып шығуы керек. Қамырды илеу барысында ұн артық сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ 3-4 минут жақсылап араластырсақ, қамырымыз бірігіп шығады. Немесе осылай мен сияқты тағы да 2-3 минут столдың үстінде осылай басып шықсақ, қамырымыз әдемі болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын. Келесі пищевой пленкаға салып 20-30 минутқа демалғанша қойып қоятын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеде таба аласыздар. Міне 20-30 минут өтті. Біздің қамырларымыз дайын. Осылай 2 бөлікке бөліп, домалатып алатын боламыз. Содан соң бірінші бөлігін пленкаға орап, шетке қойып, екінші қамырымызды жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз қатты қалың, қатты жұқа болып кетпеуі керек. Міне біздің қамырларымыз дайын. Осылай ұн сеуіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай жабысып қалмас үшін шетке қойып қоятын боламыз. Келесі екінші қамырымызды дәл солай ұн сеуіп, қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жақсылап жайып алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Келесі ертілген сары майымызды осылай құйып шығып, қолдың көмегімен немесе щетканың көмегімен барлық жағына жайып шығатын боламыз. Содан соң бірінші жайылған қамырымызды үстінен осылай қойып, орналастырып, жан-жақтарын бәрін түзеп шығатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Дайын болған қамырымыздың үстіне тағы да ертілген сары майларымызды құйып, осылай қолдың көмегімен барлық жағына тигізіп, жағып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымызды рулет секілді тығыздап орап шығатын боламыз. Орап шыққаннан соң тағы да видеодағыдай орап пищевой пленкаға салып, сәл қатқанша морозильникке жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Келесі начинкамызға кірісеміз. Мен бүгін осылай картошкамен пісіремін. Алдын ала картошкамызды тазалап, кубик етіп турап, бір пиязымызды майдалап турап аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз салып араластырып аламыз. Келесі қамырымыз дайын. Өзімізге қажетті бөліктерге бөліп, қалған холодильникке салып қойдым. Бөліктерді осылай беттерін басып, кішкене ұн сеуіп, жайып алатын боламыз. Содан соң начинкамызды салып, өзімізге ыңғайлы етіп түйіп алатын боламыз. Мен бүгін осылай тамшы, яғни капелька секілді түйіп шығатын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне біздің самсаларымыз дайын. Келесі тағы да көрсететін боламын. Осылай қамырымызды жайып, начинкамызды салып, бас жағын түйіп, асты жағын осылай жинап қоятын боламыз. Қалған қамырлардың барлығын дәл солай түйіп шығатын боламыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Содан соң пергамент қағазын төсеп, самсамызды орналастырып, жұмыртқаның сары уызын жағып,
өз қалауларыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады. Мен осылай ақ кунжут сеуіп шықтым. 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын, пісіп шықты. Өте дәмді қытырлақ болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!